Қазір қалтаңда қаржы болса, ғарышқа турист ретінде де баруға болады. 2025 жылға қарай америкалықтар ғарышқа 400 орындық қонақ үй салуды жоспарлап отыр. Ал 2040 жылға қарай адамдар аспан әлеміне көшуі мүмкін. Бұл болжам емес, ғалымдардың айтқаны. Енді осыдан 60 жыл бұрынғы кезеңді елестетіп көріңізші. Адам баласы үшін аспан әлемі ашылмаған жұмбақ болды. Соған қарамастан ең алғаш 1957 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш жер серігі сәтті ұшырылды. Ал осыдан тура 62 жыл бұрын адамзат тарихында тұңғыш рет Юрий Гагарин Восток ғарыш кемесімен ғарышқа аттанды. Қазақтың Байқоңырынан. 1951 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Егемендіктің алғашқы жылдары, яғни 1991 жылдың қазанында тұңғыш рет қазақстандық ғарышкер Тоқтар Әубәкіров аспан әлеміне аттанды. Первая в мире женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный полет на орбиту. Бүгін ғарышкерлер күні. Жаһанда аспан әлемін бағындырған 570-ке жуық адам бар. Ал бір қызығы, соның 69-ы нәзік жандылар. Все следующие космонавты прекрасного пола летали в космос только в составе экипажа. Қазақтан шыққан екінші ғарышкер Талғат Мұсабаев аспан әлеміне 8 рет аттанған. Ал Айдын Айымбетов 2015 жылы ғарышқа ұшып, Каспий теңізі мен Арал көлі маңына экологиялық зерттеулер жасаған. Қызықты деректер: Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256-шы ғарышкері, Талғат Мұсабаев 309-шы, Айдын Айымбетов 545-ші аспан әлемін бағындырған ғарышкер. Ал сіз қазақ елінің қаһармандары Тоқтар Әубәкіров и Айдын Айымбетов и Талғат Мұсабаев. Да, знаю, один космонавт. Мусабаев Талгат, точно. Только Гагарин, и то он, по-моему, не казахстанский, да, русский. Юрий Гагарин. Қазақстан. Басқа. Танымайсың ба? Тоқтар Әубәкіров. Сосын ұмытып тұрмын ары қарай. Тоқтар Әубәкіров. Сосын? Оны екіншісін ұмытып қалдым.